Алматыда коронавирустан тағы 2 адам айығып ауруханадан шықты, ал індетке іліккен өзге 96 науқас ем алып жатыр. Алматыдағы соңғы ахуалда әріптесім Нұрхан Нұрланұлы жеткізеді. Алматыда аурудан айыққан 21 науқас үйіне жіберілген. Олар 14 күндік үй карантинінде болады. Төтенше жағдайға байланысты қаладағы басты көшелерде мобильді 36 бекет жұмыс істеп тұр. Бүгінге дейін 350-ден астам адам жауапкершілікке тартылып, 177 адам қамауға алынған. Соңғы бір аптада 200-ден астам көлік айып тұрағына қойылған. Кейбір мекеме басшылары туыстарына мынандай біз жазған справка берген көрінеді. Медицина саласында істейтін әріптестеріміз, құқық қорғау органдарда істейтін әріптестеріміз толығымен тізімге кірді. Блок бекеттер жұмысын сол базаға қарап өз жұмысын істейді. Яғни ертеңнен бастап қағаз түріндегі рұқсат қағаздар мен анықтамалар қалада жүруге жарамсыз. Рұқсаты бар қызметкерлер жедел штаб әзірлеген электронды база арқылы тексеріледі. Осындай карантин талаптарын елемей, жұмысын жалғастырған тіпті жеңіл жүрістілердің қызметін ұсынған монша кешені анықталды. Тексеру кезінде онда қонақтар мен қызметкерлер бірнеше жезөкше және оларды тасыған 2 такси жүргізушісі болған. Олар Алматыдағы карантин туралы білмедік деп ақталған көрінеді. Азаматтардың барлығы әкімшілік кодекстің 476 бабы бойынша әкімшілік жауапкершілікке тартылды, яғни карантин режимін бұзған үшін. Ал қосымша бұл саунаның әкімшісіне қатысты әкімшілік кодекстің 453 бабы бойынша әкімшілік іс қозғалды. Қалада бүгін тағы 5 індет ошағы тіркелді. Сонымен мегаполисте қазір коронавирус инфекциясының 36 ошағы бар. Ал инкубациялық кезеңнің аяқталуына байланысты 14 тұрғын үйден шектеу шаралары алынды. Нұрхан Нұрланұлы, Бауыржан Сәлмеке, Қазақстан ұлттық телеарнасы.